Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін біз қызықты тақырыптарды қозғайтын боламыз. Достар, видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Себебі мен 1000 подписчикке жететін болсам, видеоны одан әрі ұзағырақ, әрі қызығырақ ете түсемін. Және ол маған үлкен шабыт береді. Бүгін біз Қытай туралы қызықты деректерді қозғайтын боламыз. Қытай дегенде ең алдымен есімізге халық саны түсетіні рас. Бірақ біз бүгін Қытай туралы басқа да деректермен танысамыз. Бірінші, Қытайда тұтқындалған адамдар басқа елдермен салыстырғанда қамауда 4 есе ұзақ отырады екен. Екінші, әлемдегі ең ұзын кептеліс Қытайдың Шанхай қаласында болған. Кептеліс 12 күн бойы тарқамаған, ұзындығы 99 километр болған екен. Үшінші, Қытай полициясы иттің орнына көбіне қазды қолданады. Қаз көзінің көргіштігімен ерекшеленеді екен. Төртінші, әскерилер бастарын биік және тік ұстап үйрену үшін жағаларына ине қадап қояды екен. Бесінші, Қытайда белгілі бір дін жоқ, бірақ 54 миллионға жуық халық христиан дінін ұстанады. Алтыншы, әйгілі PlayStation ойын құралына Қытай территориясында тыйым салынған. Жетінші, Қытайда жылына шамамен 1 миллиондай әйел түсік жасатады екен. Бұл халық санының көптігіне байланысты. 8. Шамамен Қытайдың 1 миллиондай тұрғыны күніне $1 ғана өмір сүреді. 9. Яодун Қытайдағы үңгірлі үйлердің аты. Онда шамамен 30 миллион адам тұрады. Ол Австралияның халық санынан әлде қайда көп. Достар, осы секілді қызықты видеоны көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.